О, Красивый джаз, там он как раз еще по размеру. да? Замира апай подарила. Замира? Замира она базаға келді. Да. Бір мастер. Үлкен кісі. Мастер. Интересно, да? Золотой ма, подделка ма? Жоқ, золотой жаңа. Там с пруда. Айгерім, мынаны қара. Это итальянское желтое золото, оно сейчас модное, современное. Мына итальянский золотаны бүгін подарить етіп Сәуле. Сәуле досыны мастер болып кетті ғой сөйтсе. Иә, Главный мастер сөйтсе. құтты болсын. Иә, знаешь, қандай. Подсветка. Ага, с подсветкой. Красивый. Давай, жұп қояқ десең. О, керемет екен. Вот такой он. Керемет. Жанат аға, сіз отбасыңыз туралы айтып берсеңіз енді. Қанша балаңыз бар, қанша немереңіз бар? Отбасы 2 ұл 1 қызым бар. 8 немереміз бар, е сонда? 8 немереміз бар. Артында ең үлкен немерем тұр. Бер. Міне мына ең үлкен немерем. Қазір осы жақта 5 немереміз жүр. 3-і Алматыда. Құдай берген. Солай? Ал енді айтыңызшы, отбасыны қалай бірлікте, берекеде сақтап отыруға болады? Отбасыны ұстау үшін отбасында ұстам болу керек. Ұстам. А ұстам дегеніміз не? Ұстам деген ол семейная концепция. То есть, чтобы удержать семью, должна быть семейная концепция. Концепция — это когда вся команда движется в одну сторону. Вся семья. Да, вся семья. Семья — это команда. Движется в одну сторону. Көзқарас бір жақта болу керек, ұстам болғанда. Түсінікті. Түсінікті ма? Аха. Жаңағы концепция туралы қазақша айтып бересіз ба? Концепция деген, енді айтқанда, бұл ата заң. Біздің отбасымыз ата заңмен жүреді. Салт дәстүр. Отбасылық заңдылық, иә? Иә, отбасылық заңдылық, дәстүр жоқ. Традиционный. Мы традиционная семья, где хозяин мужчина на первой платформе. Сол отбасылық заңдылықты, ата заңды қалай сақтап ұстап отыруға болады? Оны түсіну үшін бір ымды түсіну керек. Ымды білмеген дымды білмейді дейді. Например, ата заң деген ол ымды білген адам, ымды түсінген адам. Ым деген ол көп сөз жоқ. Например, жеңгем отыр ғой, 40 жылда 40 рет маған көлденең сөйлемеген адам. Солай ма Сәуле? 40 жылда 40 рет көлденең сөйлемеген адам. Сол ымды түсінгеннен сол. Бізде артық сөз жоқ. Отбасының жақсы болу үшін құндылық болу керек отбасында. Ал енді құндылық не дегенде, шаңырағың биік болу үшін кірер есігің әр заманда ашық болу керек. Ал кірер есігің ашық болу дегенді түсіндіріп бере аласыз ба? Кірер есік ашық болу дегенде пейіл кең болу керек. Кірер есік деген пейіл. Сенің пейілің кең болу керек. Кең болсаң, кең болмайсың дейді, атамыз айтады. Сол үшін менің анам айтады, балам, 5 бармақ бір ауызға сыймайды дейді. Әр заманда бөлісе бір дейді. Ең бірінші отбасыңа, балаларыңа, ағаларыңа, туыстарыңа, жақындарыңа, достарыңа, көрші қолыңдарыңа әрбірімен бөлісе бір дейді. Әрбірімен бөліскен сайын әрбір азамат сенің тілеуіңді тілеп отырады дейді. Осының бәріне осы асыл сияқты азаматтарға үйретіп келемін. Солай ма? Солай. Я тебе много передал? Очень много. Дұрыс па? Дұрыс. Міне, қазір қалаулы азамат, мықты отбасы, неше балаң бар сенде? 3 баласы бар. Әр заманда бәрі үйде. Біздің мына ғылым деген, біздің сөтсе деген ғылым, ол біздің ата тектің оқуы. Түсіндіңдер ме? Отбасын қалай сақтайтын оқу ол. Толығырақ айтып бере аласыз ба? Сөйтсай қалай отбасын сақтауға көмектеседі? Сөйтпей адам баласына түсіндірді кім екен. Сол кезде ортада артық ырду-дырду болмайды.
мына айтады ғой, әрбіреуде ыдыс-аяқ шылдырламай тұрмайды деп. Мен айта аламын басқасын. 40 жылда біздің үйде бірлес ыдыс-аяқ шылдырлаған жоқ. 40 жылда бірлес біздің үйде осылайынан ыдыс-аяқ шылдырлаған жоқ. орыс Мен керісті. қандай үлгімін, соны осы біздің шеберлерге сол оқуды аударам, түсіндірем. Өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізбен бөлісесіз. Өзіміздің өмірлік бастан өткен. Міне қазір бізге Құдай көрсе, келесі жылы 40 жыл болады. О, керемет. 40 лет в следующем году проживем. За 40 лет, вот Сауле мне 40 раз поперек слова не сказал. Мы ни разу не поругались, чтобы одежда, как говорят, посуда там, бьется, говорит, иногда. У нас такого нет, мы бережем посуду. Солай ма, Асыл, солай? Жанат аға, келесі сұрақ. Жастарға, жас отбасыларға қандай кеңес бересіз? Оқу керек. Әр заманда білім керек. Абай атамыз айтты ғой, білім болса, өмірде сен кірпіш болып, орнын тауып қаланасың дейді. Мен сол Абайдың баласымын. Түсінікті. Ол үшін міндетті түрде соцайды меңгеру керек. Профориентация деп айтады. Иә. Кәсібіңді білуің керек. Қандай кәсіп сенің бойыңда қасиет. Әр кәсіп ол қасиет. Солай, достар. Түсінікті. Рахмет. Сау, көп. бәрілеріңе аманшылық болсын, жақсылықта кездесейік. Еліміз аман, тыныш болсын.